Бүгінгі кездері Нұрсұлтан мырза блогерлардың заңсыз әрекеттері туралы халыққа көп жақсы мәліметтер беріп, сауатын ашып жүр. Ол үшін рахмет дейік. Бірақ осы бір интервьюда сіз осылай жауап беріпсіз. Ырысбала Экранбайға қатысты басынан дау арылып жатқан жоқ. Енді ол кісіні тексеру керек па? Бұл мәселеде алдыңғы сұхбаттарда айтқам, нақты егер өзі де айтып жатыр, министрлік тарапынан спорт туризм ұйымдастыру, заңсыз ойын ұйымдастыру бойынша хат келді, тексеріс жүргізіліп жатыр деп. Ол бойынша енді бізде мынау спорт және туризм министрлігінің арнайы комитеті бар, ойын бизнесін қадағалау органы. Егер айыппұл салатын болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Егер жаңағы дәлелдей алмайтын болса, жаңағы өзінің табысын, егер нақты шағымдар болса, арыз жазылса, бұл да тексерілу керек. Ол халық айтса қалып айтпайды дейді, бірақ халықтың дау болып жатқан мәселесі ол Ырысбаланың лотереясы туралы емес, негізі қайырымдылық қор туралы мәселе болып жатыр. Заң бойынша қор ашылған кезде ақшаның барлығы сол қордың шотына түсу керек. Халықтан жинаған ақша, сіз оны өте жақсы білесіз. Бірақ Ырысбала Экранбай халықтың ақшасын өзінің жеке шотына, жеке каспимен халық шотына, халық банк шотына жинаған. Және де қайырымдылық қорға халықтың ақшасы түсіп, және де сол қайырымдылықты халық жасап отырғаннан кейін қайырымдылық қордың басшысы, директоры халыққа отчетін өткізіп тұруы тиіс заң бойынша. Сол талаптарды Ырысбала Экранбай тыңдамай отыр және халыққа осылай сөйлеп отыр. Ірген ауыздан шірген сөз шығады деп, әрқайсының іріңін, құсығын тыңдап, оны естіп, нерв кетіріп, дамбалын дұрыс киямайтын қатындар әңгіме айтады да. Тағарая, ты не моя уровень, понимаешь? Понимаешь? Уақытымды кетіруге тұрмайсың да, ұрысып, айғайласып, тілдің түрсігі құмырсқаға палатты болады деп. Мысалы, кім ол вообще мен туралы әңгіме айтатын? Кім ол? Өткендегі әңгіме ғой, айналайындар ау, пілдің түрсігі құмырсқаға палаткі болады деп айналайын. Өзінің кім боларын білмей жүрген біреу ғой ол. Сол туралы өзіңіздің ашық ойыңызды айта кетсеңіз, әйтпесе Ырысбала Экранбайдың армиясы сіздің атыңызды жамылып, осындай жалған ақпарат таратып жүр. Бұл комментарийда не айтылған? Сіздің атыңызды жамылып, білікті маман Нұрсұлтан мырза Ырысбала Экранбайдың қорын тексеріп, заңсыз әрекеттер жоқ деп, барлық қаражаттар дұрыс жұмсалды деген қаулы шығарды деп айтылған. Ол қашан тексерілді, шынымен тексерілді ма, құжатын көрді ма, ол туралы ешқандай мәлімет жоқ, және де сіздің де ондай мәлімет айтқаныңызды біз естіген жоқпыз. Сол үшін өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз, әйтпесе бұл кісілер сіздің атыңыздан осындай жалған ақпарат таратып жүр. Сіз өзіңіздің бір постыңызда Ырысбала Экранбайды қолдап осындай бір пост шығарсыз. Мүмкін бұлар осы постты қолданып, сіз ол кісінің тірліктері заңды деп айтып отыр деп ойлап қалған шығар. Бүгінгі кездері Нұрсұлтан мырза